Қазақтың сайын даласын дүбірге бөлеген, аңызға айналған бір тұлпар бар еді. Бұл құлагер. Бұл ақан серінің жан серігі. Ақан өнердің, еркіндіктің символы. Құлагер қазақ даласының желмен жарысқан сұңқары. Олар ажырамас бір тұтас бейне. Сұлу көкшенің төсінде атақты Сағынайдың асын өткізілуі, осасқа жиналған дүйім жұрт ақан серінің құлагерін көріп, жүйрігі жануардың қай жағында деп таңданыс білдіріп, алғашқыда бітіміне көңілдері толмайды. Кейін құлагердің бабы мен сынын Күреңбай тап басып айтады. Халқына әсем әнін шырқап, олардың шексіз махаббатына бөленіп, ешбір арам ойсыз, алаңсыз жүрген ақан сері адам сенгісіз сұмдық жайтқа тап боларын қайдан білсін. Кекшіл Батыраштың жан досына айналған құлагеріне жасаған қастандығы ақан үшін орны толмас қайғыға айналды. Зұлымдыққа толған тар заманға сыя алмай, ақын бас ауған жаққа кетіп қалады. Тағдырдың тауқыметіне төзбеген өнер иесі өмірдің мәнін жоғалтқандай күй кешеді. Құлагер поэмасы. Қазақтың дарынды әншісі ақан сері өмірінің трагедиялық тұсын шынайы суреттеу арқылы сол кезеңдегі замана шындығын, рухани дағдарысқа ұшыраған адамдар бейнесін толық аша білген ауқымды туынды. Ильяс Жансүгіровтің бұл поэмасы қазақ әдебиетінің биік шыңы. Бұл сұлулық пен зұлымдықтың, өнер мен өшпенділіктің мәңгілік майданы. Құлагердің дүбірі біздің жүрегімізде әлі күнге дейін жаңғырып тұр.